қолдауларыңызды сұраймыз. Себебі біздерден бұл 2011-де де бұл мәселелер осы қайталанған. Бірақ өкінішке орай арам пиғылды азаматтармен арандатулар болып, ең соңғысы қанға былғанып осылай аяқталған еді. Бұл мәселені біздер биліктің өкілдері ойламау керек. Халық теріс амал жасап жатыр. Халық өздерінің талап еткен амалдарын сұрайды. Өздеріне тиесілісін сұрайды. Өздері Назарбаевтың өзі 2020 жылы арабтар болса өмір сүреміз деген. Өкінішке орай қайда арабтың түгелі қорасы жасалайтын малшысына да жетпейміз. Расында солай ғой. Біздердің мына жерде не талаптар? Газ бағасын төмендету. Бірінші 2019 азық-түлік мәселелерінің барлығын төмендету, қадағалау алу, және де мына тендер деп, анау деп, мынау деп әр жаққа тарта бермеу. Себебі тендер алған адам ол астындағы адамына береді, астындағы сатыны осылай жетіп отыр. Келген уақытта мынау кім дегенде ол тендерді алған адам деп барлығы мынаны айтады. Ортада қаншама адам бар. Бұл осыларды түгел қадағалау алса, және де осы жердегі талап отырған талап етіп шығып отырған халықтардың барлығы мына Жаңаөзенде 2011-дегідей болмасын деп Жаңаөзен Ақтаудағы белсенді азаматтарды қудалауын тоқтатып, және де алдағы уақытта олардың мәселелерін қарап барлығы шешілсе. Бұндай мәселелер қайталанбау. Әрине, қазір енді бұл жердің өзінде де адамдар аз жиналып отыр. Егер де тартылатын көп болады. Шешілмеген өзінде де мәселе көп мына жерде. Әрқайсысына айтыла беретінде, иншалла алдағы уақыттарда ол мәселелерді де қарастырамыз. Бірақ біздердің талабымыз маңыздысы. Жаңаөзенді қолдаймыз.